Ит неге ұлиды? Кім екені есімде жоқ, біреу маған көршісінің иті қатты ұлитынын айтты. Ал иесі болса, бейшара итті жағың қарысқыр, үнің өшкір деп қарғап-сілеп, қала берді қолына түскен затпен ұрады екен. Осы жұрт ит ұлыса неге жамандыққа жориды? Мүмкін оның бір жері ауыратын шығар, деген оның көкейінде ит неге ұлиды деген сұрақтың тұрғанын байқадым. Есіме бала күнімде анамның айтқан бір әңгімесі түсті. Ілгеріде бір кісінің иті күніге кешке қарай ұлитын жаман әдет шығарыпты. Жаманшылық шақырып жатыр деп ойлаған әлгі кісі басыңа көрінгір деп итін қарғайды екен. Қала берді үйінен аулаққа қуып тастайды. Ит болса үйін айналсоқтап ұлуын тоқтатпайды. Сондай күндердің бірінде әлгі кісінің үйіне бір диуана қайыр сұрап келіп қалыпты. 7 теңгесін бере сап кетіп бара жатқан кісіні тоқтатқан диуана аспанға қарашы депті. Қараса, қап-қара қорқынышты бір заттың өзіне таяп келе жатқанын, ал итінің ұлып жақындатпай тұрғанын көреді. Сәлден кейін әлгі қара нәрсені өзінің берген 7 теңгесі қуалап кете барыпты. Осының бәрін өз көзімен көрген иттің иесі диуананың тегін адам емес екенін біліп, алғысын жаудырыпты. Сол күннен бастап иті де ұлуын қойыпты. Осы әңгіменің соңында анам садақаны ұсақ тиындармен көп қылып тастасаң, пәлекеттің соңынан көп болып қуалайды екен деп қосып қоятын. Ол кісінің де өзінен үлкендерден естігені шығар, кім білсін. Әңгімені үйіп тыңдаған танысым, көршіме айтайыншы осы әңгімені, итін ұра бермей садақа тастасын дегені. Ол жағын кім біледі енді, бұрынғыдан жеткен әңгіме ғой.